Криштиану Роналду футбол тарихындағы үздіктердің бірі. Әлемде оның миллиондаған жанкүйері бар. Сондықтан бүгін әлем жұлдызының қысқаша өмірбаяны мен жетістіктері және миллиондаған табысын қайда жұмсайтыны туралы айтамыз. Криштиану Роналду дус Сантуш Авейру 1985 жылы 5 ақпанда Португалияның Фуншалия қаласында дүниеге келген. Әкесі оның есімін өзінің сүйікті актері, әрі сол кездегі ақш президенті Рональд Рейганның құрметіне қойған. Роналду бала кезінде әкесімен сөйлесу қиын болғанын, себебі ол ішімдікке салынып кеткенін мойындайды, бірақ Жозе ұлы енді тәй-тәй басқанда футбол добын сыйлаған, ал Роналду 8 жасқа толғанда жергілікті Андариния футбол клубына алып барған. Роналду алғашқы күннен-ақ өзге балалардан ерекшеленді. Ал 10 жасында жергілікті жетекші командалардың бірі национал сапына өтті. Мұнда ол аз уақытта жұлдыз атанып, тіпті капитан да болды. Ал бір жылдан кейін оны Лиссабондық Спортинг жастар академиясы 22,5 мың еуроға сатып алды. 2001 жылы тамызда Роналду клубпен 4 жылға және 2000 еуро жалақыға келісімшарт жасайды. Талантты футболшыға Еуропаның үздік ұжымдары Барселона, Милан, Челси, Реал Мадрид, Арсенал, Ливерпуль клубтары қызығушылық танытты. Бірақ оны 15 миллион еуроға Манчестер Юнайтед сатып алды және жылына 2 миллион еуро жалақы төлейтін болды. Оның қызыл сойқандар сапына ауысқаны 2003 жылы 12 тамызда белгілі болды. Ал бірнеше күннен кейін 20 тамызда 18 жастағы Роналду ұлттық құрама сапында алғаш рет Қазақстан құрамасына қарсы ойында алаңға шықты. Роналду англиялық клуб құрамындағы алғашқы голын 2003 жылы 1 қарашада айып алаңынан тура 9-дыққа соқты. Алайда кейін ол матчтарға толық қатыспады. 29 кездесуде тек 4 голдың авторы атанды. Ал осы маусымда Англия кубогының финалында жеңіс голын соғып, Тұманды Альбиондағы алғашқы олжасына ие болды. 2006 жылдың басында Роналду Лига кубогын жеңді. Жаз айында ұлттық құрама сапында әлем чемпионатына қатысты. Кезекті 2006-2007 маусымында Манчестер Юнайтед Англия чемпион атанды, ал Роналдудың клуб сапында соққан голдары 50-ге жетті. 2007-2008 жылдары футболшы барлық турнирде 42 гол соқты. Осы маусымда алғаш рет хет-трик жасады. Сондай-ақ Англия премьер лигасы мен Чемпиондар лигасының үздік бомбардирі атанып, алтын бутсыға ие болды. Ал Манчестер Юнайтед осы маусымда Англия чемпионаты мен Чемпиондар лигасында жеңіске жетті. Келесі 2008-2009 маусымы басталарда спортшы жарақат алды. Дегенмен қараша айында Манчестер Юнайтед сапындағы 100-101 голын соқты. Жыл қорытындысы бойынша Роналду алтын доп иегері атанды. Маусым айында Манчестер Юнайтед футболшыны Мадридтік Реалға 94 миллион еуроға сатты. Осылайша Криштиану футбол тарихындағы ең қымбат ойыншы атанды. Испаниядағы алғашқы маусымда Криш қарсыластар қақпасына 33 доп соғып, команданың үздік бомбардирі атанды. Сол уақытта спортшы ресейлік модель Ирина Шейкпен көңіл жарастырды. Алайда көпшілік олардың махаббатын жалған деп есептеді, бірақ Шейк пен Роналду 5 жылдай жұп болды. Модель сұхбаттарының бірінде футболшы өзге қыздармен де қарым-қатынас жасағандығынан олмен ажырасқанын айтқан. Рауль Реалдан кеткен соң Роналду 7 номерді қайта алды. Ал осы 2010-2011 жылғы Ла Лига маусымында 40 мәрте гол соғып, алтын бутсы иеленді. Ал 2011-2012 маусымы Роналду үшін нәтижелі болды. Ол барлық турнирде 60 гол соқты және маусым қорытындысы бойынша Реал соңғы 4 жылда алғаш рет Испания чемпионатын жеңді. 2012-2013 маусымында Роналду қарсыластар қақпасын 55 мәрте дәл көздеді. Ал жалпы 2013 жылды 69 гол нәтижесімен аяқтады. Осылайша карьерасында екінші рет алтын доп иегері атанды. 2014 жылы көктемде Роналду Реалмен бірге Чемпиондар лигасында жеңіске жетті. Маусым қорытындысы бойынша Испания чемпионатының үздік ойыншысы және лигадағы үздік голдың авторы атанды. Ал Forbes басылымы оны әлемдегі ең бағалы ойыншы деп таныды. Спортшының сол кездегі жылдық табысы 73 миллион доллар еді. Мадридтік Реал сапындағы 7 маусымында Роналду клуб тарихындағы үздік футболшы атанды. Чемпиондар лигасын жеңіп, екінші рет Еуропа бойынша жылдың үздік футболшысы болды.
2016 жылғы Еуропа чемпионатында Криш жарақатпен барса да барлық матчта өнер көрсетіп 3 гол соқты. Франция құрамасына қарсы финалдық матчта жарақат алып ойынды жалғастыра алмады. Дегенмен Португалия көптен күткен жеңіске жетті, ал кубокты Роналду көтерді. 2016 жылы желтоқсанда Роналду Реалмен бірге клубтар арасындағы әлем чемпионатында жеңіске жетіп, 4-ші мәрте алтын доп иегері атанды. Осы маусымда Мадридтік клуб Испания чемпионаты мен Чемпиондар лигасында жеңіске жетті, ал Криштиану Роналду рекорд артынан рекорд орнатты. Еурокубоктарда 100 гол соғып, Еуропадағы басты клубтар арасындағы турнирдің 3 финалында қарсылас қақпасын дәл көздеген алғашқы футболшы атанды. 2017 жылдың желтоқсан айында Роналду 5-ші рет алтын доп иегері атанды. Осы жылы америкалық Forbes басылымы Роналдуды ең бағалы спортшы деп таныды. Оның сол кездегі жылдық табысы $93 миллион жетті. Оның 58 миллионы жалақы, ал 35 миллионы жарнамадан түсетін табыс. 2018 жылы 3 сәуірде Чемпиондар лигасының 1/4 кезеңінде Роналду Ювентуспен қонақта өткен матчта қарсылас қақпасына қайшылап тебу әдісі арқылы тамаша гол соқты. Криш Чемпиондар лигасын 5-ші рет жеңген соң италиялық Ювентус клубымен 4 жылдық келісімшарт жасады. 2019 жылдың қаңтар айында Роналду Ювентус сапында Италия суперкубогын жеңіп, осы чемпионаттағы алғашқы олжасына қол жеткізді. Ал 2019-2020 маусымында Ювентус кезекті рет ел чемпион атанды. 27 тамызда Манчестер Юнайтед Криштианудың Олд Траффордқа қайта баратынын хабарлады. Португалиялық спортшы қызыл сойқандармен 2 жылға келісімшарт жасады. Олд Траффордқа оралған соң 2021 жылы 11 қыркүйекте Ньюкасл Юнайтедке қарсы ойында алғаш рет алаңға шығып, дубль авторы атанды. Жалпы осы маусым бойынша барлық турнирде 24 гол соқты. Алайда Роналду 2010 жылдан бері алғаш рет трофейсіз қалды. 2022 жылы 14 қарашада Криштің Пирс Морганға берген сұхбатының үзінділері жариялана бастады. Интервью барысында Роналду 2013 жылы Алекс Фергюсон кеткен соң клубта ешқандай өзгеріс болмағанын және басшылық құрамдағы бірнеше адам өзін құрметтемейтінін айтады. Интервью толық жарияланған соң Манчестер Юнайтед келісімшарт талаптары бұзылды деген айыппен Криштиану Роналдуды сотқа береді. Ал 2022 жылдың 22 қарашасында клуб пен спортшы арасындағы келісім күшін жойды. Осы жылы 30 желтоқсанда Криш Сауд Арабиялық Аль-Наср құрамына 2,5 жылдық келісімшартпен ауысады. Клуб оған жылына 200 миллион евро төлейтін болды. Осылайша Роналду футбол тарихында ең жоғары жалақы алатын ойыншы атанды. Роналду 2023 жылдың 22 қаңтарында Аль-Иттифаққа қарсы матчта алғаш рет алаңға шықты. Алайда осы маусымда Аль-Наср чемпионатта 2-ші орынға жайғасып, Роналду тағы да олжасыз қалды. Роналдудың жарнама серіктестерінің ішінде Nike-ті ерекше атауға болады. Компания Криштің 18 жасында алғашқы жеке демеушісі болды. Ал 2016 жылы олар жылына 22,5 миллион евроға өмір бойына келісімшарт жасасты. Сонымен қатар оның Инстаграмдағы бір постының құны $1,6 миллион бағаланады. Бұл Инстаграмдағы ең қымбат көрсеткіш. Спортшының киім, іш киім, аяқ киім, парфюмерия өндіретін жеке бренді, сондай-ақ отельдері, ресторандары, түнгі клубы, фитнес орталығы, бьюти салоны, шаш орнататын клиникасы және жеке авиалайнер жалға беретін компаниясы бар. Роналду люкс брендтердің қолдаушысы және ай сайын киім алуға 10 000 евро жұмсайды. Сондай-ақ ол автокөліктерге айтарлықтай қаражат бөледі. Деректерге сүйенсек, шамамен 20 тұлпары бар, бірақ нақты қанша көлігі бар екенін Криштің өзі де білмеуі мүмкін. Роналдудың құны 19 миллион евро болатын жеке ұшағы да бар. Ол лайнерді және Африка атты яхтасын жалға береді. Бұдан бөлек Роналду қайырымдылыққа да айтарлықтай қаражат бөледі. 2021 жылғы ақпарат бойынша көрсетілген көмектің жалпы құны 10 миллион евродан асқан. Мінекей достар, Роналду туралы негізгі ақпараттар осы. Видео ұнаса және алдағы уақытта өзге де футбол жұлдыздары туралы білгіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк және қоңырауды басуды ұмытпаңыз.